Bugün köktemning birinchi kuni, birinchi Navruz barchangga qutlu bo'lsin. Bugün meni alg'is aytуу kuni ekan bir-biriga. Жақсы сөз жарым ырыс деп алғыс айтқан бір-бірді құрметтеген өте жақсы ғой. Мына келе жатқан көктем мерекесі алдымызда мына 8-ші Наурыз аналардың, әйел қыздардың күні, оның арты өзіміздің амал мерекесі. Бәрі де құтты болсын, аман болың, дендерің сау болсын. Мына бүгін алғыс айту күні біздерді сыйлағандарың үшін, үлкен кісілерге қызмет жасағандарың үшін, біздерді қуантып осылай күліп ойнап жүргендерің үшін немерелерім. Баршаңа да алғыс айтам. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Көктем шу уақытты бақытты көктем болып келсін. Дендеріңе саулық берсін. Ел жұртымыз аман болсын. Мына немерелерімді тәрбиелеп атқан мектеп ұжымына, ағайларына, апайларына да үлкен алғыс айтамын. Жұмыстарында табыс тілеймін. Барлығында ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осылай бір-біреуді сыйлап жүре берейік. Оң болсын, бәрі құтты болсын. Балам, кітап оқу адам үшін көп пайдасы бар кітап оқудың. Бұл ертеде қазіргідей мына технология бәрі жетіспеген уақытта адамдар тек кітаппенен, газетпен, сол баспасөзбен тәрбиеленді. Үлкен ойшылдар шықты, ақын жазушылар шықты, соны жақсы не қылған. Кітап адамның рухани азығы. Бұлай не қылғанда кітапты түсініп оқу керек. Мазмұнына түсіну керек. Бәр несіне түсіну керек. Мысалға міне адам баласы болғасын міне адамға үш жақтан өз семьясынан, мектептен және жүрген ортасынан тәрбие келеді десек, оның кітап оқудың пайдасы соның ішінде сөз сөйлеу мәнеріңді, жүріп тұруды, адам баласына патриоттық деген үйретеді. Патриоттық деген мысалға еліңе жасайтын жақсылықтарың, өз семьяңа, ата-анаңа, төңірегіңе. Мысалға ең қарапайымын айтайын, кетіп бара жатқаныңда бір жерде қоқыс жәшігінің қасында қоқыс жасып жатса, соны ерінбей кішкене 1 минут уақытыңды бөліп жинап кетсең, бұл да патриоттыққа жатады. Сосын үлкен кісілерді көрсең, нелерді көрсең, бәріне көмектесе кетсең де патриоттық. Осы патриоттыққа тәрбиелейтін адамды кітап. Кітапты оқығанда да түсініп оқу керек. Білмегеніңді үлкендерден сұрау керек. Сенің ортаңа қадірлі болуыңа, өз жүрген ортаңа, өз өмір сүруіңе көп пайдасы бар кітаптың. Кітапты оқу керек. Мысалға мына кітапты алайық. Осы кітапты алсақ, бұл Қасым Қайсенов деген атаңның кітабы екен, марқұм болып кеткен. Бұл кешегі Ұлы Отан соғысында 1941-1945 жылдары болған. Бұл үкіметтің ұйымдастыруымен Герман басқыншылары басып алған жерге апарып, партизандық ұйым құрғанда, соған арнайы дайындалып жіберген кісі бұл. Соғыстың бастан аяғына Украинаның қалың ормандарында, далада қар жастан мұз төсеніп, сол фашистерге, басқыншыларға қарсы соғысқан адам. Көпті көрген өте ақылды адам. Соның жазған кітап екен. Мына өте мағыналы, түсініп оқу. Кітап оқу керек. Ол қазір енді бәрі бар. Мысалға міне ютубта, басқа мына фейсбук бәрінде бар дегеніңменен телефонда. Ол басқа. Ал кітап басқа. Кітап оқу керек. Түсініп оқу керек. Барлығын. Солай. Біздердің уақытымызда үлкен кісілер қазір мысалға 80-ге келдік. Біздің уақытымызда осы қазіргі технологияның біреуде болған жоқ. Біздер тек осы кітаптар менен, осылар менен сусында осы өмір бойы осы кітап оқыдық. Осымен тәрбиеленді ел. Қазірде де бар, қазіргі уақыттың әдебиетінде де бар жақсы заттар. Бәрі бірдей емес, қазірде бар. Жақсы шығармалар бар, тауып алып оқу керек. Бұл сосын әртүрлі өмір сүру
өмір сүруге үйрететін әдебиеттер де бар. Философияға, адамның рухани өсуіне де арналып жазылған әдебиеттер бар. Соларды оқуың керек. Солай оқығандарың жақсы. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркінің ойшылы Әлішер Науаи. Қай ғасырда болмасын, кітаптың алар орны өте үлкен және маңызды. Кітап адамды кемелденуге көмектесетін зат.